Қайырлы күн. Бүгін біз математика пәнінен 28-ші сабақта қарастырамыз. Қозғалысқа берілген есептерді шығаруды үйренеміз. Бірінші есепке назар аударайық. Жолда жүру ережесін білесің бе? Есептеуді орында. Сонда елді мекендегі көлік қозғалысының шекті жылдамдығын білетін боласың. Яғни қаланың шекті жылдамдығы 60 км екен. Ал ауылдың шекті жылдамдығы 40 км екен. Келесі екінші есепке назар аударайық. 1 сағат ішінде автокөлік қандай арақашықтықты жүріп өтеді? 4 сағат ішінде ол қандай арақашықтықты жүріп өтеді? Яғни автокөлік 1 сағатта 50 км арақашықтықты жүріп өтеді екен. Ал 4 сағатты табу үшін 4 сағатты 50 км сағатқа көбейтеміз. Сонда 200 км. Яғни автокөлік 4 сағатта 200 км арақашықтықты жүріп өтеді екен. Есімізге сақтап алайық. Жылдамдық уақыт бірлігінде, мысалы 1 сағатта 1 минутта немесе 1 секундта жүріп өткен арақашықтық. Жылдамдық метр минут, километр сағат, метр секунд, километр минут болып өлшенеді. Яғни арақашықтықты табу үшін қозғалыс жылдамдығын уақытқа көбейту керек. S тең V көбейту T. Ал қозғалыс жылдамдығын табу үшін арақашықтықты уақытқа бөлу керек. V тең S бөлу T. Уақытты табу үшін арақашықтықты қозғалыс жылдамдығына бөлу керек. T тең S бөлу V-ға. Яғни S дегеніміз арақашықтық, V дегеніміз жылдамдық, T дегеніміз уақыт. Келесі үшінші есепке назар аударайық. Шамаларды табу формуласын қолданып, есептерді шығар. Автокөлік 4 сағат ішінде 320 км жол жүрді. Автокөлік қандай жылдамдықпен қозғалған? Яғни уақыт 4 сағат, T тең 4 сағат. Ал арақашықтық 320 км, S тең 320 км. Бұл жерде жылдамдықты V-ны табамыз. Ол үшін формуланы есімізге түсіреміз. V-ны табу үшін арақашықтықты уақытқа бөлеміз. Яғни 320 км-ді 4 сағатқа бөлеміз. Сонда 80 км сағат болады. Яғни автокөлік 80 км сағат жылдамдықпен қозғалған екен. Келесі осы есептің әсіне назар аударайық. Автокөлік 65 км сағат жылдамдықпен қозғалады. 4 сағат ішінде автокөлік қандай арақашықтықты жүріп өтеді? Бұл жерде жылдамдық белгілі, яғни V 65 км сағатқа тең. Уақыт белгілі 4 сағат және біз арақашықтықты S-ті табамыз. Ол үшін шамаларды табу формуласын есімізге түсіреміз. Арақашықтықты табу үшін жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. Яғни S-ті табу үшін V-ны T-ға көбейтеміз. 65 км сағатты 4 сағатқа көбейтеміз. 260 км болады. Яғни 4 сағат ішінде автокөлік 260 км арақашықтықты жүріп өтеді екен. Келесі осы есептің бысына назар аударайық. Автокөлік 90 км сағат жылдамдықпен қозғалады. Егер дәл осындай жылдамдықпен қозғалатын болса, 360 км арақашықтықты автокөлік қанша сағатта жүріп өтеді? Яғни бұл жерде жылдамдық белгілі V тең 90 км сағат. Және қашықтық белгілі S тең 360 км. Біз яғни уақытты T-ны табуымыз керек. Ол үшін формуланы есімізге түсіреміз. Уақытты табу үшін арақашықтықты жылдамдыққа бөлеміз. Яғни T-ны табу үшін S-ті V-ға бөлеміз. 360 км-ді 90 км сағатқа бөлсек 4 сағат болады. Яғни автокөлік 360 км арақашықтықты 4 сағатта жүріп өтеді екен. Келесі төртінші есепке назар аударайық. Кесте бойынша есептер құрастыр және оларды шығар дейді. Автобус 240 км арақашықтықты 60 км сағат жылдамдықпен жүріп өтті. Ол жолда неше сағат болды? Яғни бұл жерде жылдамдық белгілі V тең 60 км сағат.
және ара қашықтық белгілі. S тең 240 километр. Яғни уақытты табуымыз керек тыны. Тыны табу үшін ара қашықтықты жылдамдыққа бөлеміз. Яғни S-ті V-ға бөлеміз. 240 километрді 60 километр сағатқа бөлсек 4 сағат болады. Яғни автобус жолда 4 сағат болған екен. Немесе 240 километр ара қашықтықты автобус 4 сағатта жүріп өтеді. Келесі есепке назар аударайық. Автокөлік 82 километр сағат жылдамдықпен 3 сағатта қанша ара қашықтықты жүріп өтеді? Бұл жерде жылдамдық белгілі 82 километр сағат. Уақыт белгілі 3 сағат. Ара қашықтықты табамыз. Яғни S-ті табу үшін жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. V-ны Т-ға көбейтеміз. 82 километр сағатты 3 сағатқа көбейтсек 246 километр болады. Яғни автокөлік 3 сағатта 246 километр ара қашықтықты жүріп өтеді екен. Ұшақ 2 сағатта 600 километр ұшты. Ұшақ қандай жылдамдықпен қозғалған? Бұл жерде ара қашықтық белгілі 600 километр. Уақыт белгілі 2 сағат. Жылдамдықты табуымыз керек. Яғни жылдамдықты табу үшін ара қашықтықты уақытқа бөлеміз. V тең S бөлу Т. 600 километрді 2 сағатқа бөлсек 300 километр сағат. Яғни ұшақ 300 километр сағат жылдамдықпен қозғалған. Келесі 5-ші есепке назар аударайық. Есепте және тексер. Келесі 6-шы есепке назар аударайық. Есепте және тексер. Келесі 7-ші есепке назар аударайық. Есепті шығару тәсілін тап. Әлияның 20 кәмпиті бар. Ол кәмпиттерді өзіне қарағанда айнада 2 кәмпит артық болатындай етіп бөлгісі келді. Әлия кәмпиттерді қалай бөлуі қажет? 14 кәмпитпен осыған ұқсас есеп құрастыр. Оны шығаруды досыңа ұсын. Ол үшін 20-дан 2-ні азайтамыз, 18 болады. 18-ді 2-ге бөлеміз, 9 болады. Айнада 9 кәмпит, Әлияда 9 кәмпит бар. Енді айнада 2 кәмпит артық беру үшін 9-ға 2-ні қосамыз, 11 болады. Яғни айнада 11 кәмпит, Әлияда 9 кәмпит болады. Келесі 8-ші есепке назар аударайық. Ойлан және жауап бер. Бауыржан жаңғақ терді. Ол 25 жаңғақты ағасына, ал қалғанның жартысын анасына берді. Өзінде 20 жаңғақ қалды. Бауыржанда қанша жаңғақ болған? Бауыржан ағасына 25 жаңғақ берді. Ал анасына сол қалған жаңғақтың жартысын берді. Ал өзінде 20 жаңғақ қалды. Яғни Бауыржанда қанша жаңғақ болған табамыз. Ол үшін теңдеу құру арқылы шығаруымызға болады. Яғни x азайту 25 бөлу 2 тең 20 деп теңдеу құрамыз. X азайту 25 тең 20 көбейту 2. X азайту 25 тең 40. Белгісі санын табу үшін 40-қа 25-ті қосамыз, 65 болады. Яғни Бауыржанда 65 жаңғақ болған. Келесі 9-ші есепке назар аударайық. Бүркіттің ұшу жылдамдығы секундына 30 метр. Ол 5 секунд ішінде қанша метр жерге ұшады? 30 метр секунд бұл бүркіттің жылдамдығы. Және уақыт белгілі. Бұл жерде қанша метр жерге ұшатыны, яғни қанша метр жерге дейін ұшатын ара қашықтық белгісіз. Ара қашықтықты табу үшін жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. 30-ды 5-ке көбейтеміз, 150 болады. Яғни бүркіт 5 секунд ішінде 150 метр жерге ұшады екен. Келесі осы есептің әсіне назар аударайық. Ұлу 2 сағат ішінде 36 метр жерге жылжиды. Ұлудың қозғалыс жылдамдығы қандай? Яғни бұл жерде ұлудың қозғалыс жылдамдығы белгілі 2 сағат екен. 2 сағатта 36 метр жерге жылжып барады екен. Яғни бұл жылжып баратын ара қашықтық. Бұл жерде жылдамдық белгісіз. Жылдамдықты табу үшін ара қашықтықты уақытқа бөлеміз. Яғни 36 метрді 2 сағатқа бөлеміз.
сонда 18 метр сағат екен. Яғни ұлудың қозғалыс жылдамдығы сағатына 18 метр екен. Келесі осы есептің бысына назар аударайық. Велосипедші 14 км сағат жылдамдықпен 28 км жүрді. Ол осы жолды қанша уақытта жүріп өтті? Яғни бұл жерде велосипедшінің қозғалыс жылдамдығы белгілі, сағатына 14 км. Ал жүріп өткен ара қашықтығы 28 км екен. Уақыт белгісіз. Уақытты табу үшін ара қашықтықты жылдамдыққа бөлеміз. Яғни 28 км-ді 14 км сағатқа бөлеміз. Сонда 2 сағат. Яғни велосипедші осы жолды 2 сағат уақытта жүріп өтті. Достар, бүгінгі сабағымыз ұнаса, осы каналға тіркеліп, лайк басып, пікір білдіріп кетуді ұмытпаңыздар. Сонда келесі сабақтың есептері жауаптарымен сіздерге көрініп тұратын болады.